Жасыл экономика болашақтың кепілі. Бүгінде барша әлемнің елдерінде тың тұжырымдама кең қолданыс тауып келеді. Осы ретте Петропавлда вместе ярче фестивалі де өтуде. Шараның алғашқы күнінде дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Жергілікті билік, коммуналдық қызметтер мен білім беру мекемелерінің өкілдері бас қосып, қаламыздағы экологиялық бағытта жасалып жатқан істер жайлы баян етті. В прошлом году мы 3 улицы перевели. Петропавлда жасыл экономика тұжырымдамасы іске асырылып жатыр. Өткен жылы қаламыздың 3 көшесінде қуат үнемдегі шамдар орнатылды. Биыл 9-ында бұл жұмыстар жасалды. Барлығы 3000. Жоспарда шаһардың барлық көшелерін қамту бар. Алдағы мақсат айқын, экологиялық таза әрі қуат үнемдегі шамдарды орнатуды жалғастыру. Шамамен Петропавлдың көшелері тағы 15 шарық қондырғымен жарақтандырылмақ. Сондай-ақ жаяу жүргіншілер белгілері мен арнайы бағдаршамдар, күн сәулелі қуат көзін пайдаланып келеді. Бұл да жасыл экономика қағидасы негізінде мүмкін болып отыр. Жиында белгілі болғандай, ғарыштық серік арқылы облыста 600-ге тарта заңсыз қоқыс алаңы анықталды. Оның 80-і Петропавл аумағында тіркелсе, бүгінгі таңда оның тең жартысы жойылды. Тәрбие тал бесіктен басталады демекші, экологиялық сауат ашу жұмыстарын Алтын бесік балабақшасы да қаламызда алғашқылардың бірі болып бастап отыр. Мектепке дейінгі білім беру мекемесі үздік экологиялық тәрбие беру моделі байқауында жеңімпаз атанды. Жиын қатысушылары Петропавлда эко-челлендж додасы өтетінін мәлім етті. В основе данного конкурса это как раз системная работа по продвижению экологического просвещения в первую очередь. Вторая задача – это приобщение родителей к раздельному сбору мусора через детей и детские инициативы, чтобы каждая семья уже осознанно понимала, что надо сортировать уже внутри дома, и что наличие большого мусора – это позор для города, и что экологическая устойчивость начинается прежде всего с каждой семьи отдельно. Байқау Қазақстанның 4 қаласында өтеді. Оған орта және орта арнаулы білім ордаларының ұжымдары қатысады. Үздік жоба республикалық сынға жолдама алады. Жүлде 500 мың және 2 миллион теңгенің маңайында болмақ.